Саламатсыз ба, менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Орыс тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін жаңағы тағы да басқа диалогтармен танысайық. Мысалы үшін танысуға байланысты диалог. Именно осылай, осы жолмен ғана танысу болады деген сөз емес. Оның бірнеше түрлері бар, бірнеше жолдар бар, басқа да синоним, басқа да сөздер бар. Бірақ мысал ретінде мен сіздерге осы диалогты беріп отырмын. Сонымен танысу. Здравствуйте, я Марат. Как вас зовут? Саламатсыз ба? Мен Маратпын, сіздің есіміңіз кім? Добрый день, меня зовут Марина. Қайырлы күн, менің атым Марина. Приятно познакомиться. Танысқаныма қуаныштымын деген сөз. Взаимно дейді келесі адам. Мен де деген сөз. Мына взаимно деген сөз өте универсальный сөз. Сіз бұны кез келген емес, көп жерде қолдана білесіз. Мысалы үшін, с праздником десе, сізде взаимно деп айтуыңызға болады. Кез келген барлық праздниктерді сізді біреу құттықтаса, соған взаимно деп жауап беруге болады. Ол деген мен де сізді құттықтаймын дегенді білдіреді. Тек қана с днем рождения десе, сізді туған күніңізбен десе, взаимно демейсіз. Өйткені туған күн сіздің ғана мерекеңіз. Ары қарай кеттік. Где вы живете? Сіз қайда тұрасыз? Я живу в Сочи. А вы? Немесе, а вы откуда? Деп айтуға болады. Мен Сочида тұрамын, ал сіз ше? Сіз қайдан боласыз деген сөз. Я живу в Алматы. Вы уже участвовали в таком семинаре? Мен Алматыда тұрамын. Сіз осындай семинарға бұрын қатыстыңыз ба деген сөз. Нет, я в первый раз. Жоқ, мен бірінші рет қатысып тұрмын деген сөз. Яғни, я тоже участвую в первый раз. Надеюсь, будет интересно. Мен де бірінші рет қатысып тұрмын, қызықты болады деп үміттенемін. Несомненно, будет интересно. Сөзсіз қызықты болады. Осындай бір қысқаша диалогтың мысалы. Келесі, қоштасуды қарайық. Ну, Марина, как прошел день? Сонымен, Марина, күніңіз қалай өтті деген сөз. День деген мужской род. Сондықтан да прошел деп тұр. Прошел день. Етістіктерге біз келесі сабақтан бастап көшеміз. Сол кезде мен оны толығырақ түсіндіремін. Яғни прошел деп жаздық, ел деп жаздық, прошел, ол деп айтамыз. Замечательно. Было много интересного. Что-то менде акцент болып тұр. 2 ай бойы жұмысқа бармай, орысша сөйлемей, ағылшынша сөйлемей, акцент шыққан сияқты. Замечательно деген сөз, өзіңіз түсінгендей, тамаша, керемет, сөзсіз, тамаша деген сөз. Было много интересного, өте қызықты ақпарат болды, өте қызықты жайттар айтылды деген сияқты, нейтральный. Я тоже не заметил, как быстро пролетело время. Менде уақыттың соншалықты тез өткенін байқамай қалдым. Значит, семинар проходит интересно. Яғни, семинар қызықты өтіп жатыр деген сөз. Безусловно, я рад, что я приехал. Сөзсіз. Міндетті түрде қызықты өтіп жатыр деген сөз. Я рад, что приехал. Келгеніме қуаныштымын, келгеніме өкінбеймін деген сөз. Завтра будет еще один удачный день. Хорошего вечера. Ертең тағы бір сәтті күн болады. Кешіңіз жақсы өтсін. И вам тоже. Сізге де деген сөз. Увидимся завтра. Ертең көріскенше. Келесі диалогымыз жаңағы студент балалар бір-бірімен кездесіп қалды, бірін-бірі жақсы таниды. Привет, Нурик. Привет, Света. Как дела? Как жизнь? Түсінікті осы жерге дейін. Прекрасно, только что сдала сессию. Теперь каникулы. Тамаша, жаңа ғана сессияны тапсырдым, енді каникулға шықтым дейді. Поздравляю, мне осталось 2 экзамена. Какие планы на отдых? Құттықтаймын, алмаған 2 емтихан қалды. Демалысқа қандай жоспар бар? Поеду к родителям в деревню. А ты в городе останешься? Мен ауылға ата-анама барам. Ал сен қалада қаласың ба? Да, думаю подзаработать. Я біраз тиын-тебен жасап алсам деп тұрмын. Подзаработать деген біраз азын-аулақ ақша жасап алу. Удачи тебе. Іске сәт ендеше. Тебе тоже хорошо отдохнуть. Саған да жақсы демалғаныңды тілеймін деген сөз. Осындай қысқаша диалогтармен сіздерді бүгін таныстырғым келді. Келесі сабақтан бастап, жаңа айтып өткендей, орыс тіліндегі кең және бір ауқымды тақырыпты бастаймыз. Бұл етістіктер тақырыбы. Етістіктер өздеріңіз білетіндей күрделі де қызықты тақырып, орыс тілінде жаңағы оның совершенный, несовершенный деген видтары бар.
оны қай кезде қалай қолданамыз. Мысалы үшін учесть деген бар, сосын учитывать деген сөз. Екеуі де бір етістікке тіркеу, есепке алу деген сияқты. Соны қандай жерлерде қалай қолданамыз, мен өзімнің басымнан кеткен қателерді мысалға келтіріп отырып, сіздерге осы етістіктерді қарапайым тілде, анандай қиын, миды қатырып жіберетін ережелерсіз түсінікті етіп түсіндіруге тырысамын. Сонымен әдеттегідей, менің сіздерден осы сіздерге беріп жатқан тегін білімім, тегін сабақтарым үшін не қалайтынымды жақсы білесіз, е? Менің сіздерден бәр жоқ сұрайтыным, сабақ ұнап жатса егер лайк басу, ұнамай жатса дислайк басыңыз. Сонан кейін не? Сұрағыңыз болып жатса қысылмай қойыңыз, пікір жазыңыз. Бастысы, қонақ болып жүре бермей, менің каналымның тұрақты көрермені болғаныңыз мен үшін өте маңызды. Сонымен менің инстаграмдадағы парақшамға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.